Namaskar балалар. Бүгінгі сабағымыз тақырыбы қозғалыстағы зарядты ұзатын магнит өрісінің индукциясы. Бұл сұраққа жауап бермес үшін балалар біз өткен сабақты біраз еске түсірейік. Яғни электр өрісінің келеулі деген біраз анықтама берейік. Яғни егер біртекті электр өрісінде Q заряд орналасатын болса, онда осы Q зарядқа электр өрісі арқылы қандай күшпен әсер ететінін көрсететін физикалық векторлық шаманы электр өрісінің келеулі дедік. Деп түсіндірді. Осыған ұқсас біз магнит векторының формуласын жазайық. Оған өткен жолы ампер күшін, ампер заңын қарастырған кезде, яғни ток элементіне қандай күшпен магнит өрісінен пайда болған ампер күш арқылы қандай күшпен әсер ететінін көрсететін физикалық векторлық шаманы магнит нәтижесін вектор деп атады. Енді кулон күшін зарядталған екі бөлшектердің өзара әсер күші, кулон күшін біз жазған кезде онда К Q1 Q2 R квадрат деп жаздық. Енді осыған ұқсас біз ампер күшін жазайық. Ток элементін пайдаланамыз. Сонда К штрих, бұнда да коэффициент бар екен. I1 дельта L1 синус альфа 1 көбейтілген I2, олдары жеке қарастырамыз. I2 дельта L2 синус альфа 2 бөлінген R-дің квадраты. Балар қарабасындар өте ұқсас екен. Осыдан біз мына кулон күшін мән орнына қойып отырып, электр өрісінің келеулігінің мынандай формуласын қойып шығарамыз. Сонда К Q бөлінген R квадрат. Енді осыған секілді магнит векторының формуласын осыған ұқсатып бірден орта шығара салайық. К штрих Q-ның орнына ток элемент тұр. I дельта L синус альфа бөлінген R квадрат. Яғни өткіштің бойымен тоғы жүріп тұрған кезде, яғни 10 зарядты алайық. Өткіште электр қозғалысы жылдамдығы белгілі. К нүктесіне магнит өрісі арқылы әсер ететін күшті тауымыз керек. Оны тауымыз керек екен. Енді осы жерде бізде балалар тоқтың шамасы белгісіз болып тұр. Тоқтың шамасын біз өткен жолы мынандай формуламен атамыз. И дегеніміз Q нулевой N В S. Молекуляр концентрациясын біз білеміз. Яғни бұл жерде бізден молекула емес, тоғы бар өткіште тоғы жүріп жатқан кездегі зарядталған бөлшектердің концентрациясы. Яғни N тең болады. N бөлінген В. Осы жерде санын анықтап алайық. Енді орнына қояйық балалар. Онда В дегеніміз S көбейтілген дельта L. Сонымен қайтадан жазсақ, N тең болады N S дельта L. Енді орнына қояйық балалар. I тең болады. Өзікстамыз Q нулевой В S. Енді N орнына қояйық. N S дельта L. S пен S қысқарсын. Дельта L-ді жақшаның мұна жағынан сол жағына шығарып жерейік. I дельта L Q нулевой В N. Q нулевой В N қалды. Формуланы балап қоса қойып, өйткені осы формуланы мен I дельта L-дің орнына қойып жазады екен. Дельта L-дің орнына қойып жазамыз. Модулын табайық, сондықтан векторды алмай қойып, модулын анықтау үшін К штрихті білеміз қалады. U бөлінген 4π, I дельта I-дің орнына қоямыз. Q нулевой В N синус альфа бөлінген R квадрат. Яғни қозғалыстағы заряд ұзат магнит өрісінің индукциясының формуласын біз қорытып шығардық. Яғни оның тағы да тоқты еске түсірсек, электр тоғы дегеніміз, мысалы металдағы электр тоғы дегеніміз
электрондардың реттелген қозғалысы. Яғни неғұрлым электрондар реттелген қозғалысы бірлік уақыт ішіндегі саны көп болса, онда магнит өрісінің шамасы да көп болады. Яғни магниттік тоқы бар жерде білесіздер бар, жылулық әсері бар, магниттік әсері, химиялық әсері бар. Неғұрлым тоқының шамасы көп болған сайын магниттік әсері көп болады. Яғни оны міне дәлелдеп тұрмыз. Яғни реттелген қозғалыстағы бөлшектер саны көп болған сайын магнит үстіндегі электрон модулі көп болады екен. Енді бір электрон немесе бір протонның магниттік индукциясын векторында осы формуладан әуелі анықтауға болады екен. Бұл қандай жақсы формула бар? Өте жақсы формула екен. Сонда ең тең бір болсын, енді орнына қояйық. Сонда В тең болады мю нөлевой 4π нөлевой В синус альфа бөлінген R квадрат. Альфа бұрышты көріп отырсыздар балалар, қозғалыстағы зарядтың қозғалыс жылдамдығы векторы мен арақашықтықтың арасындағы бұрыш екен. Сонымен зарядтың шамасы тұрақты, яғни ол тек қана жылдамдыққа байланысты екен. Сонда қозғалыстағы бір зарядтың жылдамдығы неғұрлым көп болған сайын, оның айындағы магнит үстіндегі шамасы көп болады екен. Бұл тақырыпты ерекше бөлек алып тұрған себебіміз балалар, қозғалыстағы зарядталған бөлшектердің үдету кезіндегі мәселелерді шешуге болады екен, және осы зарядталған бөлшектердің магниттік қасиетін зерттеген кезде осы біздің бүгін шығарған теңдеуіміз көп көмегін тигізеді екен. Себебі балалар, заттар атомнан тұрады, атомымыз ядрода протон, нейтроннан тұрады, және электрон айналып жүреді. Бұл жерде протон мен нейтрон жай ғана тербелмелі қозғалыс жасап тұрса, электрон өте зор жылдамдықпен айналады. Оның айналу жиілігі бірнеше миллион герцке жетеді. Сондықтан бұл жердегі атомдағы негізгі магниттік қасиеті осы электронның магниттік спин деп аталады. Электрон магниттік қасиетімен сипатталады екен. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.